Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 1-ші сынып 70-ші сабақ кері есептер. Бірінші тапсырма есептерді құрастырып, оларды шығар. Балалар орманға саңырауқұлақ теруге келді. Олар 5 томарқұлақ пен 3 арыш тапты. Яғни бұлар томарқұлақ, арыш дегеніміз саңырауқұлақтардың аттары. Барлығы қанша саңырауқұлақ тапты? Есептердің қандай айырмашылығы бар, не байқадың? Бірінші есепке назар аударайық. Томарқұлақ 5 дана, арыш 3 дана, барлығы қанша? 5 пен 3-тің қосындысы тең 8 данаға. Жауабы 8 дана саңырауқұлақ бар. Әсі, томарқұлақ 5 дана, арыш белгісіз, барлығы 8 дана. 8 пен 5-тің айырмасы тең 3 данаға. Жауабы арыш 3 дана. Бысы, томарқұлақ белгісіз, арыш 3 дана, барлығы 8 дана. 8 пен 3-тің айырмасы 5-ке тең. Жауабы 5 дана томарқұлақ бар. Есептердің ұқсастығы неде? Қандай айырмашылықтары бар? Бұл есептер қандай есептер деп аталады? Өрнектердегі сандар бірдей және өзара байланысты. Мұндай есептерді кері есептер деп атайды. Есептің шартындағы белгілі шама ізделінді. Шамаға айналатын есепті берілген есепке кері есеп деп атайды. Екінші тапсырма, есепті шығар, оларды салыстыр. Асы, Әлия 10 саңырауқұлақ, ал Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Екеуі бірге неше саңырауқұлақ терді? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Әлия 10 саңырауқұлақ, Сырым 20 саңырауқұлақ, барлығы қанша саңырауқұлақ терді? Шешуі, 10 мен 20-ның қосындысы тең 30-ға. Жауабы 30 саңырауқұлақ терді. Әсі, Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Әлия 10 саңырауқұлақ терді. Сырым неше саңырауқұлақ терді? Шартын құрып алайық. Әлия 10 саңырауқұлақ, барлығы 30 саңырауқұлақ терген екен. Оның ішінде Әлия 10-ын терген. Сырым қанша саңырауқұлақ тергені белгісіз. Шешуі, 30 бен 10-ның айырмасы 20-ға тең. Жауабы Сырым 20 саңырауқұлақ терген. Бысы, Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Әлия неше саңырауқұлақ терді? Есептің шартын құрамыз. Әлия белгісіз, қанша саңырауқұлақ тергені? Сырым 20 саңырауқұлақ терген. Әлия мен Сырым бірігіп 30 саңырауқұлақ терген. Сонда Әлия қанша саңырауқұлақ тергені белгісіз. Ол үшін барлығы 30 саңырауқұлақ болса, 30-дан 20-ны азайтамыз. Сонда 10 қалады. Жауабы Әлия 10 саңырауқұлақ терген. Үшінші тапсырма есепте. 30 бен 20-ның қосындысы 50-ге тең, 70 пен 40-тың айырмасы 30-ға тең, 60 пен 30-тың айырмасы 30-ға тең, 10 мен 80-ның қосындысы 90-ға тең. 100 бен 60-тың айырмасы 40-ға тең, 80 мен 40-тың айырмасы 40-ға тең, 90 мен 70-тің айырмасы 20-ға тең, 30 бен 40-тың қосындысы 70-ге тең. Өрнектің мәнін сіздер де осындай қылып табасыздар. Келесі тапсырма математикалық жарыс. Бұл жерде сандар берілген екен, өрнекті құра отырып, мәреге кім бірінші жететінін табатын боламыз. 5 пен 2-ның қосындысы 7-ге тең, 7 мен 4-тің айырмасы 3-ге тең, 3 пен 2-ның айырмасы 1-ге тең, 1 мен 3-тің қосындысы 4-ге тең. 9 мен 3-тің айырмасы 6-ға тең, 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең, 10 мен 2-ның айырмасы 8-ге тең, 8 мен 3-тің айырмасы 5-ге тең. Жарайсыздар балалар, сіздер де тапсырманы осындай қылып орындады деп ойлаймын. Келесі дәптермен жұмыс. Дәптерлеріңізге кері есептер деген бар. Сол тапсырманы орындайсыздар. Бұл жерде арыш, томарқұлақ 5 дана, барлығы қанша дана екені белгісіз. Олай болса шешуін табайық. 3 пен 7-ның қосындысы 10-ға тең. Жауабы барлығы 10 саңырауқұлақ. Әсі, арыш 3 дана, томарқұлақ белгісіз, барлығы 10 дана. Томарқұлақты табу үшін барлығынан, яғни 10-нан 3-ті азайтамыз, 7-ге тең. Жауабы томарқұлақ 7. Есепте 8 бен 6-ның айырмасы 2-ге тең,
3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең, 3 пен 0-дің айырмасы 3-ге тең, 4 пен 3-тің айырмасы 1-ге тең, 0 мен 9-ның қосындысы 9-ға тең, 2 мен 1-дің айырмасы 1-ге тең, 1 мен 7-ның қосындысы 8-ге тең, 4 пен 1-дің айырмасы 3-ге тең, 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең. Міне балалар, осы тапсырмаларды дәптерлеріңізге өздеріңіз орындап аласыздар. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Келесі сабақта жүздескенше балалар.